Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Сіздермен бүгін доктор Тиджапарна. Бүгінгі күшті тақырыптардың бірі бұл кесір тілігі. Не үшін кесір тілігі жасалынады, кімге, қандай жағдайда, қалай болады, одан кейін қандай күтім жасау керек. Жалпы кесір тілігі туралы, осы туралы сөйлесетін боламыз иншалла. Міндетті түрде маған лайк басып, сұрақтарыңызды комментарийға жазсаңыздар болады. Егер комментарийде сұрақтарыңызды жауап аламайтын болсаңыздар, онда біздің телеграм канал немесе инстаграм каналға тіркеліп арқылы сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Деп онда міндетті түрде иншалла жауап аласыздар. Сонымен қатар әр видеоны, особенно кесарево сечение болған бүкіл достарыңызға жіберуіңіз керек болады. Неге? Себебі екінші рет, үшінші, төртінші орда қайтадан что кесарево болмауы үшін, себебі өзінің денсаулығының жақсы жауапкершілікпен қарауы үшін. Иншалла. Ендеше кесір тілігі не үшін жасалынады? Негізгі себептері қандай да? Бізде екі түрлі, яғни абсолютное показания и относительное показания деген болады. Бұл не деген сөз? Абсолютті көрсеткіш және де жанама көрсеткіштер болады. Абсолютті көрсеткіш мамасына байланысты и абсолютті көрсеткіш балаға байланысты деген сияқты екіге бөлінеді, яғни. Ең бірінші абсолютті көрсеткіштері мамасына байланысты неге кесір тілігі жасалынады? Бұл кезде ең бірінші орында егер де предлежание плаценты болатын болса, яғни баланың жолдасы шеканың мойнында орналасқан болатын болса, немесе неполный предлежание плаценты болатын болса, одан бөлек егер де осының алдында кесір тілігі болған болса, бұл үшінші кесір, немесе төртінші кесір тілігі болатын болса, одан бөлек бұл кісіде миопия болатын болса, яғни көзінің көру қабілеті минус өте қатты минус болатын болса, особенно 3-5-тен жоғары, яғни окулист маманның шешуімен болады. Одан бөлек ол кісіде жүрек аурулары болатын болса да, и кровотечение болатын болса, яғни отслойка плацентаның отселен, отслойка деген сөз, жабысып тұрған былайынан плацента мерзімінен ерте былай ажырап кетуі, сол арқылы оған қан көрінетін болатын болса. Одан бөлек бізде острый нехватки, қандай да бір ағзаның жедел түрде жеткіліксіздігі болатын болса, онда бізде бұл кезде өкінішке орай абсолютті кесір тілігі жасалынады. Сонымен қатар кесір тілігі жанама көрсеткіштері бар. Жанама көрсеткіштерінде бұл баланың жатуына байланысты, яғни ол бала тазовый келуі мүмкін, бетпен келуі мүмкін, көлденең жатуы мүмкін. Бұл кезде кесір тілігі жасалынады. Сонымен қатар толғақ болып жатады, ол босанып жатады, но босанған кейін таз ашылмайды, таз ашылмауы мүмкін. Бұл да көрсеткіштердің бірі да. И одан бөлек узкий таз деген диагноз бар бізде. Бұрынғы уақытта барлық гинекологтар негізінде өлшейтін осы таздың мөлшерінде, қазіргі уақытта бұны өкінішке орай протокол бойынша алып тастаған. Дегенмен бала іштегі салмақ предполагаемый салмақ есептелінеді. Сол бойынша узкий таз іштегі ананың тазын өлшейді. Сәйкестігінше бұл өзі туа ала ма, және шешім қабылдап мысалы 5 кило, ал банасы кішкентай ғана болуы мүмкін, 4 кило, одан кішкентайда. Сол кезде узкий таз 3-4 дәрежесі болған кезде онда кесір тілігі жасалынады. Сонымен қатар абсолютті көрсеткіштің тағы біреуі бұл бізде варикоз. Варикоз именно осы кіші жамбас бұлшықетінде, особенно влагалищеде өте үлкен варикоздар болатын болса, бұл кезде кесір тілігі жасалынады. Ал енді баланың денсаулығына байланысты қандай? Бұл кезде балада гипоксия болса, яғни балаға бірден ауа жеткіліксіз болса, немесе өкінішке орай анасы қайтыс болады, бірақ баласы іште тірі болатын болса, бұл кезде кесір тілігі жасалынады. Бірден давление өте қатты жоғары көтеріліп кетеді, белок, особенно гистоз, қиын гистоз болған кезде, немесе тяжелый прокламсия дейміз, бұл кезде бізде кесір тілігі жасалынады міндетті түрде да. Одан бөлек баландағы несі, плацентасы, баланың жолдасы жабысып тұрған жерінен ерте қартайып кетсе, былай айтқанда, плацента дұрыс дамымаса, өздікіне қарай дұрыс дамымайтын болса, ол кезде өкінішке орай кесір тілігі жасалынады. Міне, осында негізгі көрсеткіштері бар. Сонымен қатар бәрімізге белгілі, егер 3-4 бұл кесір тілігі болса, өзі міндетті түрде. Ал егер біреу кесір тілігімен босанды, онда екіншісінің может быть өзі босануы мүмкін, егер ешқандай қарсы көрсеткіштер болмаса. Ал қалған жағдайда өкінішке орай өзі кесір тілігі болып кетуі мүмкін да. Енді кесір тілігі негізінде қорқынышты ма да? Әрине ол қорқынышты емес. Бұл да бір ужасный, ойбай, одан кейін не күтетінін білмейсің деген сияқты ондай қорқыныш қатты болады деп айта алмаймын, себебі ол сіздің күтіміңізге байланысты бірінші орында.
Бізде көбінесе бұл кезде анестезия, яғни наркозбен жасалынады. Наркоз сізде эпидуральный анестезия болады. В основном қазіргі таңда бұл белден жансыздандыру арқылы, немесе общий наркоз. Но нежелательно общий наркоз, потому что бала тоже ұйықтап кетуі мүмкін, өкінішке орай. Сол себептен. Ал қалай күтім жасайсыз? Не істейсіз? Кесір тілігі болды. Кесір тілігі егер опытный врач болатын болса, сіз кесір тілігінен кейін кәдімгі өзіңіз босанған әйелдер сияқты 3 сағат немесе бір күннен кейін орныңыздан спокойно тұрып кетуіңіз мүмкін. Қолдың жеңілдігіне байланысты, альхамдулилля, бұл врачыңызға, иә. Одан бөлек күтімге. Кесір тілігі болған адамдарға терлеп, тепшіп жүрудің керегі жоқ. Яғни кесір тілігінің рубецтің орны терлемеу керек. Сонымен қатар, алдын егер сіздер рубец болған болса, сол рубец ажырауы мүмкін, сондай нәрсеге показания, рубец дұрыс дамымаған, рубецтің үстіне плацента тұрып қалды деген болса, өзі міндетті түрде кесір тілігі болады, қыздар. Бұны ұмытып кетпеңіздер, иә. Одан кейінгі күтім, сіз міндетті түрде сол рубецтің үстін күніге таза спиртпен осылай сүртіп отыруыңыз керек болады. Оған особо ештеңе жағудың керегі жоқ. Егер де кішкене ажырап бастап жатса, онда повидон йодын жаққаныңыз дұрысырақ, басқа особо ештеңе керек емес. Одан бөлек кесір тілігімен кім босанды, оларда спайка пайда болуы мүмкін. Егер сіз спайка пайда болғанын қаламасаңыз, жақсы жүргіңіз келетін болса, онда 2 жаттығу жасайсыз. Бірінші спайкаге сізге вакуум жаттығуын жасау керексіз, қарапайым вакуумда. Ал белдің эпидуральный анестезиясы деген екен, постоянно, что беліңіз ауырмау үшін элементарно турникке тартуыңыз керек. Кемінде бір күнде 10 рет хотя бы, да? Осы нәрселерден кейін сізде қатты ауырсыну, бел ауырсыну, іштің төменде рубец ауыр, онда сізді мазаламайды, иншалла. Неге? Себебі сізде матканы қозғайды, салады, жамбасы ашады. Ол жерде не болды? Ағза қозғалғаннан кейін спайка пайда бір-бірінше жабысқалы мүмкін. Сол жабыспау үшін сіз жаттығу жасайсыз, түсінікті ме? Бұл жаттығу қашанғы, на всю жизнь. Яғни өмір бақи сіз жасауыңыз керек болады. Особенно қиын емес. Бір күнде 10 минут, максимум 10 минут уақыттарыңыз кетеді. 10 минут өзіңізге арнау, бұл өте жақсы. Негізі біз таңертең жаттығу жасау керекпіз, ерінбей, да? Көпшілігіміз әрине бұған ерінеміз. Не де жаттығу, ана тұра салып жүгіріп біз шай қоямыз, осының өзі жаттығу деп, да? Жоқ, әрине, ол оған жатпайды, да? Сонымен қатар, кесір тілігінен кейін келесі жүктіліктің арасы желательно 3 жыл сақталғаны дұрыс. Ал қалай қорғанам деушілерге мен ұсынам ең дұрысы презервативпен. Ал болмаса 6 айдан кейін жатыршылық спираль салуларыңызға болады. Бірақ әрбір қорғану көрсеткіші сіздің индивидуальный врачыңыз, гинекологқа байланысты. Неге? Себебі сіздегі қан тамырларыңыз, лимфа застой, сіздің диагноз, өт, бүйрек, жүрек, бауыр ауру бәріне қарап, мына әдіс дұрыс, мына әдіс дұрыс емес деп айтады. Өзіңіздігінен барып, бірнан іше салу, жей салу деген нәрсе сізде болмауы керек. Сіздермен бірге болған доктор Сейтжаппар, ақпарат сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше келесі видеомды күтіңіздер.